Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен әсіресе осы 5 жылдан бері YouTube каналын жүргіземін. Сонда ішкі ағзаны тазалау туралы көп айтамын. Мысалы 30 жылдан асық менің еңбек тәжірибемде ең алдыменен бірінші орынға қойған ішкі құрылысты тазалау. Ішкі құрылысты тазалау дегеніміз не? Ішкі құрылысты тазалау деген әрине ол канализация емес, химияны құя салып жуып шығатын, я болмаса басқа нәрсе емес. Ішкі құрылысты тазалаудың өзінің неше түрлі методтары бар. Ішкі құрылысты тазалау дейтінді білетін адам тазаламаса, сіздің ішіңіздегі керекті ішектің микрофлорасы, ішектің сөлдері соның бәрін ағызып жіберсе, сіз ауру үстіне ауру тауып аласыз. Сондықтан кейбіреулер айтады, мен ішкі құрылысымды тазалаттым, сөйттім, бүйттім деп айтып жатады. Біреуі маймен тазалаттық дейді, біреуі басқамен тазалаттық дейді. Әрине тазалатқан дұрыс, бірақ жылына бір рет, бірақ та білетін адамға тазалату керек. Білетін білікті маманға тазалату керек. Өйткені сіздер ішкі құрылысты тазалаймыз деп олар құртып аласыздар. Алдыма бір кісі келді, 10 күн деді ме, 15 күн деді ме, бұрын өзеге түскен тас жоқ болатын, қазір уже тас пайда болды дейді. Бұл тас деген қайдан пайда болады? Тас сіздің метаболизм дұрыс жұмыс істемегеннен пайда болады. Және адамда грибок болады, вирус болады, неше түрлі бактериялар болады. Оның бәрі сізді ауамен жұтатын, тамақпен бірге келетін нәрселер де болады. Ол іште жаңағы гельминттер болады, құрттар неше түрлі. Оның барлығы мысалы қайда кетеді? Ол бірте-бірте вирус, бактерия бірте-бірте тасқа айналады ол. Жиналады да тасқа айналады. Біздің басымызда да вирус бар. Біздің басымызда да бактерия бар, миымызда да бар. Бүткіл адамның организмінде бактериялар болады. Ол бактерия бірте-бірте бізді түбі ракқа дейін алып барады. Сондықтан оны тас қайдан шықты демеңіз, оның барлығы адамның денесінен өзі осындай жағдайлардан пайда болып жатқандықтан тас пайда болады. Ол ішіңізге сіз тасты ішіп алған жоқсыз, құмды жеп алған жоқсыз, сондықтан ол құрдан құры болмайды. Ол адамның табиғаты үлкен дүние. Ол адамның табиғатын біле беру оңай емес. Сондықтан адамның организміне өзі сондай дүниелерден пайда болатын нәрселер бұл. Бүйректе тас болады, өтте тас болады. Менде өтімде тас бар, мен ішімді тазалауға болмайды деп жатады. Жоқ, болмайды емес. Оның да амалы бар. Мен 30 жылдан аса тәжірибемде тас бола тұра ішкі құрылысты тазалайтын методым бар өзімнің. Методыңды айтпайсың ба дейді біреулер айтады. Мен неге айтамын? Айтыңызшы, ол адамды көруім керек, ол адамның қандай жағдайда екенін білу керек, аты жөні жоқ тазалауға болмайды. Мысалы, менде бір келіншек бар, осы маймен тазалаған, касторовый масломен тазалаған. Тазалағаннан кейін сап-сау адам үсті бөртіп кетіп, 3 жылға дейін үстінен бөртпе пайда болып, кәдімгідей тері ауруы пайда болған. Көрдіңіздер ме? Сонда сіздер организмдегі керек дүниені жуып жібердіңізде, бір болмайтын нәрсе организмге пайда болды. Содан қайда барады? Теріге әкеліп соқтырады, тері ауруға әкеліп соқтырады. Сондықтан тазалаудың өзі үлкен ол біліктілікті қажет етеді. Мысалы, маған қазір жезқазғаннан келді, 10-11-дегі жас бала, басы үсті қыши берген. Соның мысалы ішкі құрылысын тазаладым, мен неше түрлі жолмен тазаладым, 2 рет тазаладым. Мынандай бастары да, өздері де әдемі болып кетті. Құрғап кетті, былайша айтқанда. Көрдіңіздер ме? Ол мысалы ішкі құрылыстың ішектердегі неше түрлі гельминттерден пайда болған нәрсе. Оны сыртынан маз жаққанмен, ішін тазаламайынша ол қайта-қайта шыға береді. Ол балаға 2 жылдан асқан. Жезқазғаннан келіп емделіп кетті. Жап-жақсы болып, папасымен бірге келіп рахметін айтып кетті. 30 жылдан асқандықтан менде енді кең көлемде біраз адамдар танып қалды ғой. Ресейден де келеді. Ресейде мысалы емдейтіндер аз ба? Өте көп. Жақында ғана мысалы Ресейден келіп кетті. Соны Петропавл қаласынан келеді. Қазақстанның түкпір-түкпірдің бәрінен емге келеді. Сол емдегілерді мен мысалы емдей алатын болсам ғана емдеймін. Емдей алмайтынды бірден айтам, емдей алмаймын деп. Одан кейін бізде жаңағы аппарат бар. Биорезонансный томография деген. Ол аппарат мысалы біреулер жазсақ ракты білген жоқ дейді. Рак екенін көріп тұрмыз ғой оны. Өзі қашып жүр ғой мысалы онкологтан. Ал бірақ онкологияны биопсия алмайынша ешкім рак деп айта алмайды.
оған онкологияны естеріңізде болсын, биопсиден ғана тура табылады. Тура жолы сол оның. Сондықтан неше түрлі докторға бардым, МРТ түстім, КТ түстім, менде ештеңке жоқ деп айтты, артынан мынандай болды, онкология болды, басқа болды дейді. Ол аурулардың өздері шала тастап кетеді. Шала тастап кетеді да, ауру асқынғанда барып өзінің бармағын тістейтін болады. Өйткені ол дұрыс жолмен өзін тексерістен өткізген жоқ. Сондықтан маған шамам келгенше осы келген елдерге дұрыс жолдан емделуге, дұрыс бағыт бағдар сілтеуге тырысамын. Өйткені дұрыс диагноз табылмайынша ем болмайды, ем қонбайды. Содан адамның жақсы ниеті, жақсы ойы болатын болса, ол адам тез жазылады. Ойы дұрыс болатын адам тіптен сондай әппақ негативі жоқ, әппақ болып жүрген адамдар тез жазылады. Менің қанша көргенім бойынша сондай. Сондықтан барлығымыз негатив жинамайық, аман есен, тура жолымызбен, тура диагнозбен емдесеңіздер, емделмейтін, тікелей келген ауру болмаса, емделмейтін ауру жоқ. Аурудың бәрі де емделеді. Бәрі де уақытша. Әрине қиыншылығы болады. Ол ауруды тоқтатуға болады, қандай да болмасын. Тек қана тікелей келген ауруға амал жоқ болады онда. Сондықтан дұрыс жолмен емделе білейік. Аман болайық. Сіздермен болған мен Сәриева Сеткүлім. Бір-біріңізге интернет желісінде бөлісіп, маған подписка жасап, комментарий жазып отыруларыңызға болады. Әрқашанда мен сіздерге жауап беруге дайынмын.